Пельменді түйдік. Енді қазір морозилікке салып тастайық. Салихада 800 грамм ұн. Бір тал жұмыртқа қосты. Тұз. Бір қасық толы. Бір ас қасық тұз салды. Бұл пельменнің нанында суық сумен илейді екен, Салиха. Өте қатты емес, өте жұмсақ емес. Орташа иледің. Енді тындыруға қанша уақытқа қойып қоясың? 20 минуттай. Бір жарты сағат болсын, е? Жарты сағат. Салиха пияз турап бітті. Еті 1 килограмм. Пиязы 800 граммдай пияз турады. Енді қазір не саласың? Тұз саламыз. Тұз саласың. Енді тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, дәмін қарап саластар. Салиха кішкене сұйық май құйып жатыр. Еттеріңіз майлы болса, сұйық майды құюдың қажеті жоқ. Біздің етіміз қатты майлы емес, фаршымыз. Сондықтан Салиха кішкене сұйық май құйды. Нанды Салиха жарты сағат тындырып алды. Пельменді түйдік. Енді қазір морозилікке салып тастайық. Пельменіміз морозиліктен шығардым. Пельменіміз дайын. Енді морозилікке, қайтадан морозилікке сап қоямыз. Керек кезде алып пісіре береміз.